Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай леопард печеньесін жасап үйренетін боламыз. Бұл печеньенің құрамындағы заттар аз болғанымен, бірақ дәмі дүкеннен алатын печеньеден де асып түседі. Яғни өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқаның сарысы, ұн және де қант ұнтағы қажет. Ыдысқа ең алдымен сары майды, жұмыртқаның сарысын және де 125 грамм қант ұнтағын салып, ваткамен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнды салуды бастаймыз, және де бұл ұнды міндетті түрде бірден салмай барлығын бөліктерге бөліп аз-аздан салу керекпіз. Өйткені мүмкін біз ойлағанымыздан да аз ұн кетуі мүмкін. Мінекей қыздар, бізде қамыр дайын болды. Енді бұны мандариннің көлемінде 2 бөлікке бөліп, 2 кесеге саламыз. Бізде 2 түрлі түс шығады. Оның біріншісі қою және де ашық түс. Қою түс болғанға 2 қасық какао, ал ашық түс болғанға 1 қасық қана какао салып шығамыз. Одан кейін бұның үстіне 1 қасық, яғни 1 шай қасық көлеміндей сүт құямыз әрқайсысына. Егер де 2 қасық какао салған кесеңізде сүт біраз жеткіліксіз сияқты көрінсе, міндетті түрде 1 қасық көлемінде сүтті тағы да салып көрсеңіздер болады. Осы жерде айта кететіні, міндетті түрде какао таңдаған кезде жақсы, сапалы болған түрінен таңдасаңыздар жақсы болады. Өйткені ол печеньенің дәміне өте қатты әсер етеді. Егер какаоңыздың сапасы төмен болса, печенье жақсы шықпайды. Мінекей қыздар, ашық түсті және қою түсті қамырларымыз дайын болды. Енді пергамент қағазын жайып, үстіне қамырымыз салып, оның үстіне де пергамент қағазын жауып, оқтаумен қамырымызды жайып аламыз. Пергамент қағазының қоюымыздың себебі, қыздар, пергамент қағазы міндетті түрде қойылу керек. Өйткені көріп тұрсаңыздар, қамыр иленген кезде қатты жабысады. Сол үшін де қайтадан алынбай қалуы мүмкін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Дәл осылай жайылуы керек. Енді келесі кезекте қамырымызды шиенің көлемінде етіп дөңгелетіп аламыз. Егер де бұл печеньені балаларыңызбен жасасаңыздар өте қызықты, балаларыңыздың да көңіл күйі көтеріліп, бұндай нәрсені жақсы көріп ұнатып қалатынына сенімдімін, және де балалардың да осындай нәрселермен жұмыс істеген кезде логикасы, ақылы артатынын сіздерге естеріңізге түсіре кетейін. Мінекей, ал қарасаңыздар видеоны, қою түсті қамырды мен үлкенірек қылып дөңгелеттім, және де оны қамырдың үстіне толығымен әртүрлі жерлеріне осылай қойып шығамыз. Осындай қызықты видеолармен сіздермен бөлісіп тұратын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді міндетті түрде қалдыра кетіңіздер. Енді қою қамыр біткеннен кейін үстіне ашық түсті қамырымызды үстіне жанына қойсақ та болады. Егер үстіне қойсаңыздар, астындағы қамыр көрінетіндей қылып қойыңыздар. Сол кезде ғана леопард печеньеміз дұрыс шығады. Бәрі біткеннен кейін пергамент қағазын үстіне жауып, оқтаумен үстін ақырындап жайып шығамыз. Қарасаңыздар, әлден көрінісі өте керемет болып шығып жатыр, қыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Печеньеміз тегіс болу үшін осылай оқтаумен тегіс қылып, біраз үстіндегі шығып тұрған қамырлар болатын болса, үстінен 1-2 рет тағы да басып шығуымыз керек. Сонда ғана қамырымыз бір текті болады да піскен печеньеларымызды түзу болып пісіп шығады. Неге қыздар, печеньеміз дайын болды. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шыққан сияқты. Видеода барлық нәрсені толық көрсете алмағандығы үшін сіздер өздеріңіз жасап көріңіздер.
сол кезде көздеріңіз жетеді, және де міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Мінекей осылай формочкалармен қиып, осындай формаға келтіріп аламыз. Дөңгелек болып шығады. Печеньеміз оңай алыну үшін осындай құралмен немесе пышақпен алсаңыздар болады. Одан қалған қиықтарды осылай бір-біріне жақындатып, қайтадан үстін пергамент қағазымен жауып, және оқтаумен тағы да жаямыз. Сол кезде жаңағы леопард печеньеміздан басқа мәрмәр түсті печеньеміз пайда болады. Қыздар, қарасаңыздар, өте әдемі болып шыққан сияқты. Егер де басқа да түсті печеньені жасасаңыздар болады, дәл осы қамырдың рецебімен. Мінекей дайын болған печеньеларымызды аламыз. Ендігі бізде қалған ашық түсті қоңыр қамырымыз бен қою түсті қамырымызды қазір біріктіріп, басқа түсті мен сіздерге печенье жасап көрсетемін. Бізде осы екі түс қалып қойды, қалғандары толығымен бітті. Яғни бізде және мәрмәр түсті печенье мен леопард печеньесі шықты. Енді үшінші түрлі печенье бұл ай печеньесі. Қазір енді екі қамырды біріктіріп, сіздерге ай печеньесін жасап көрсетемін. Неге екі қамырды ұзыншақ қылып жайып алдық, одан кейін бір-біріне қосып жатырмыз. Қосып үстінен басқаннан кейін қазір оқтаумен үстінен тағы да жайып шығамыз. Екі жақ шетін түзеп, үстін стаканмен формасын беріп шығамыз. Ең алғашқысын алып тастаймыз. Екіншісінен бастап осындай ай көлеміндегі формасындағы печеньеларымыз шығады. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шыққан сияқты. Қазір толығымен қамыр таусылғанға дейін осылай ай формасындағы печеньені толығымен жасап шығамыз. Қалған қамырларды дәл алдыңғы қамырлар сияқты біріктіріп, олардан да ай формасындағы печеньені жасаймыз. Мінекей қыздар, барлығы дайын болды. Енді алдын ала ысытылған 180 градус пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, печеньеміз дайын болды. Печенье өте нәзік әрі ортасы жұп-жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеодан барлығы көріне бермейді, сол үшін жасап көріп, пікірлеріңізді төменге жазып кетіңіздер. Әлі де менің каналыма жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылыңыздар. Әлі алда көп рецепттер болады.